Бастамас бұрын арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Оқиғамыз Кореяның түкпір-түкпірінен келген оқушылар оқитын. Олардың көпшілігі ауқатты отбасылардан шыққан элиталық мектепте басталады. Жаңа оқу жылының алғашқы күндерінің бірі еді. Сол кезде мектепке Джин есімді қыз келеді. Оны көргендердің бәрі таңғалады. Оның үстіне ол өте танымал болғандықтан бәрі онымен танысқысы келеді. Оқушылар оның сұлулығына, сымбатына және сәнді киіміне сүйсінеді. Оған алыстан көз алмай қарап, тіпті қыздардың өзі оны мақтап, назар аударады. Джин осы мақтауларды естіп қатты қуанады. Ол ұялшақ жымиып, жолыққан әр адамға қол бұлғап амандасып жүреді. Сырттай қарағанда өте қарапайым, мейірімді, адамдармен тез тіл табыса алатын жан сияқты көрінеді. Бірақ құрметті көрермен, міне, күтпеген жағдай. Мұның бәрі тек оның қиялы ғана еді. Бұл біздің басты кейіпкеріміз болатын, алайда ол өзінің барлығының назарындағы бәрі жақсы көретін адам ретінде елестетіп жүрген екен. Келесі сәтте ол баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда, бір оқушы оны байқамай соғып кетеді. Сол кезде Джин қиялынан оянып, шынайы өмірге қайта оралады. Сөйтсек, ол шын мәнінде ешкім араласпайтын, жалғыз қыз екен. Оның достары жоқ, тіпті мектептегі ешкім оның атын да білмейді. Уақытының көбін телефонмен өткізсе де, оған ешкім назар аудармайды. Өзін қарқып кеткен оқушының өзі олардың бір сыныпта оқитынын да білмейді. Ұялған Джин одан кешірім сұрап кетіп қалады. Осылайша біз оның қарапайым ғана қыз екенін білеміз. Ол адамдармен араласып, бәрінің сүйіспеншілігіне бөленуді қатты армандайды, бірақ оған қалай қол жеткізуді білмейді. Сыныпқа кіргенде барлық оқушылар мектептен арнайы әлеуметтік желісін қолданатынын көреміз. Онда әр оқушы күнделікті өмірінен жазба жариялап, бір-бірімен байланысып тұрады. Бірақ жалғыз Джин ғана бұл ортадан тыс қалған. Оның бірде-бір жазылушысы жоқ, өйткені оны ешкім танымайды. Жалғыздықтан жалығып кеткен ол кейде өзімен өзі сөйлесіп кетеді. Соған қарамастан ол үмітін үзбейді. Көбірек адамдармен араласуға тырыса береді. Әлеуметтік желіні ашып, сыныптастары байқап қалар деген үмітпен түрлі жазбалар жариялайды. Бірақ өкінішке қарай, ешкім оған көңіл бөлмейді. Көңілі қалған Джин кенеттен қатты дауыстап жіберіп, кейін бірден ұялып қалады. Қасында отырған оқушыға кедергі келтірген шығармын деп кешірім сұрайды. Бірақ әлгі жігіттің жауабы оны одан сайын ренжітеді. Ол тіпті Джиннің қасында отырғанында байқамағанын айтады. Бұл сөздер Джиннің жүрегіне қатты тиеді. Ұялған ол іштей: мен шынымен соншалықты көзге көрінбейтін адаммын ба? Егер мен қазына сандығы болсам, адамдар міндетті түрде тауып алар еді. Егер сурет болсам, бәрі маған назар аударар еді. Егер жай ғана қағаз болсам, жыртық тастар еді. Бірақ мені ешкім байқамайды. Ешкімге керегім жоқ, деп ойлайды. Осы кезде сынып старостасы тақтаның алдына шығып, жаңа сабақ кестесін хабарлайды. Ол дене шынықтыру сабақтарының көбейгенін айтқанда, бүкіл сынып қуанып, оған алғыс айтып, есімін хормен айқайлай бастайды. Ал Джин болса, олардың арасында үнсіз отырып, өзін тағы да ешкім байқамай отырғандай сезінеді. Ол староста сияқты танымал болуды армандайды. Кенет сыныпқа Хуан есімді өте сымбатты жігіт кіріп келеді. Біз оның мектептегі ең танымал оқушы екенін және болашақта әйгілі актер болуға дайындалып жүргенін білеміз. Оған бәрі сүйсінеді. Ол әдемі, көпшілік жақсы көретін, әрі мектептің абыройын көтергендіктен сыныптың мақтанышы саналады. Джин оған қызыға қарап, дәл сондай болса екен деп армандайды. Сонда өзі де көп достар тауып, еркін сөйлесе алар еді. Бірақ оның орнына Джин өзін жалғыз, әрі ешкімге көрінбейтін адамдай сезінеді. Сабақ біткен соң ол анасына телефон шалып, түскі асқа не бар екенін сұрайды. Алайда көңілі түсіп кетеді, өйткені отбасы онсыз-ақ сыртқа барып тамақтанып қойған екен. Осылайша, тіпті өз отбасының өзі оны жиі ұмытып кететінін білеміз. Ренжіген Джин: мен шынымен сендердің қыздарыңмын ба деп шағымданады. Анасы оны ұмытып кеткен үшін кешірім сұрап, кейін міндетті түрде орнын толтыратынын айтады да, ештеңе болмағандай телефонды қоя салады. Жүрегі ауырған Джин шынымен көзге көрінбейтін адам шығармын деп ойлайды. Осы ойын аяқтай бергенде, жүгіріп келе жатқан бір оқушы оны қағып кетеді. Енді ол өзінің расымен ешкімге байқалмайтынына сеніп жылап кетіп қалады. Бірақ оны соғып кеткен оқушы артынан ұзақ қарап тұрады. Кейін Джин бөлмесінде жалғыз отырып зерігіп кетеді. Сөйлесетін достары болмағандықтан, өзі сияқты жалғызсырап, ешкім еремейтін адамдарға арналған онлайн топқа қосылуды шешеді. Ол жалған есіммен тіркеліп, басқа да шеттетілген адамдармен сөйлесе бастайды. Джин ешкімнің өзін сыйламайтынын, байқамайтынын және маңызды адам ретінде қабылдамайтынын айтып, мұңын шағады. Бірақ көп ұзамай топтағы адамдардың бәрі де дәл сондай қиындықтарды бастан кешіріп жүргенін түсінеді.
Әрқайсысы өз өміріндегі ауыр сәттер мен жалғыздық сезім туралы әңгімелейді. Мұны естіген Джин жеңілдеп қалады. Ол өзінің жалғыз емес екенін алғаш рет сезінеді. Басқаларында дәл осындай қиындықтар бар екенін ойлап, көңілі жайланады. Сол түні ол бұрынғыдан әлдеқайда бақытты, әрі жалғыздықты азырақ сезініп ұйықтап кетеді. Келесі күні мектепте дене шынықтыру сабағы болады. Барлық оқушылар спорт алаңына шығады. Джин сыныптан ең соңында шықпақ болғанда, кенеттен Хуан оны тоқтатып, атын атап шақырады. Джин бұған сене алмай қалады. Өзін түс көріп тұрғандай сезінеді. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу оны байқап тұр. Хуан телефонын үйде ұмытып кеткенін айтып, бір қоңырау шалу үшін оның телефонын сұрайды. Қатты қуанған Джин бірден телефонын береді. Ол асықпай пайдалана беруін айтып, бөлменің арғы жағынан оның сымбатты келбетіне сүйсіне қарап тұрады. Қатты қобалжығаны сонша, оған тіке қарауға да батылы жетпейді. Өзін таныстырмақ болғанда ұялып кетіп, тым көп сөйлеп қойған үшін кешірім сұрайды. Хуан оның бұл қылығына күліп жібереді де, телефонын қайтарып, көмектескені үшін алғыс айтып, өзі дәретханаға кіріп шығатынын, ал Джиннің спорт алаңына бара беруін өтінеді. Спорт алаңында Джин тағы да жалғыз отырады. Ол басқа оқушылардың бірге ойнап, көңіл көтеріп жүргенін сырттай бақылап, өзін бұрынғыдай жалғыз әрі артық адамдай сезінеді. Сол маңда бір топ қыз Хуанның суреттеріне қарап, оның қаншалықты әдемі әрі тартымды екенін айтып әңгімелесіп жатады. Джин оның өзіне алғыс айтқан сәтін есіне алып, жүрегі дүрсілдей бастайды. Сірә, алғашқы кездесудің өзінде ол Хуанға ғашық болып қалған сияқты. Қыздар әңгімесін жалғастырып, құрбыларының ерін далабын мақтайды. Кейін сыныпқа оралғанда, оны кезекпен пайдалансақ болады деп келіседі. Дене шынықтыру сабағы аяқталған соң, бәрі қайтадан сыныпқа бет алады. Джин жалғыз өзі киімін ауыстырып, кейін сыныпқа кіреді. Бірақ оны күтпеген жағдай қарсы алады. Бірнеше оқушы оны күтіп тұрған екен. Қыздардың бірі ерін далабын таба алмай жатқанын айтып, Джиннен көрген сұрайды. Өйткені сыныпта ең соңында қалған адам дәл Джин болған. Джин не айтарын білмей сілейіп қалады. Бұл оның кінәлі болғаннан емес, болған жағдайға мүлде дайын болмағандықтан еді. Оның үстіне бұл адамдармен еркін сөйлесе алмайтын өте тұйық қыз болатын. Ол бір қадам артқа шегінгенде, дәл сол сәтте сыныпқа кіріп келе жатқан Хуанға соқталысады. Хуан бірден Джинді жақтап шығып, сыныптан ең соңында өзі кеткенін айтады. Себебі Джин сол кезде оған бір шаруамен көмектесіп жаққан болатын. Сөйтіп Джиннің ерін далабын алуы мүмкін емес екені белгілі болады. Ақырында Хуан жоғалған ерін далабын орындықтың астынан тауып алып, әлгі қызға қайтарады. Кейін ол Джинді орынсыз айыптағаны үшін кешірім сұрауын талап етеді. Қыз кешірім сұрайды, ал Джин өзінің кінәсіздігі дәлелденгеніне қуанып, көңілі жайланады. Осы оқиғадан кейін ол Хуанға бұрынғыдан да қатты тәнті болып, тіпті оның өзіне ұнайтынына сене бастайды. Ол орнына отырған кезде Хуан қасына келіп, көңіл күйінің түсіп жүрмегенін сұрайды. Джин оған алғысын айтып, бәрі жақсы екенін айтады. Бірақ Хуан байқамай, оның атын қате атап жібереді. Сол сәтте Джиннің жүрегі қақ айырылғандай болады. Өйткені өзі ұнататын жігіттің өзі оның кім екенін білмейді екен. Сабақтан кейін Джин көңілсіз биде көшеде келе жатып, болған оқиғалардың бәрін ойлай береді. Ол танымал болған қатты қалайды. Автобус аялдамасында тұрғанда, жерден бір түрлі телефонды байқап қалады. Қызығып оны көтеріп қараса, ішінде мектептің әлеуметтік желі қосымшасы орнатылған екен. Телефон басқа бір оқушыға тиесілі екенін түсініп, айналасына қарайды. Бірақ ешкім көрінбейді. Сондықтан иесін тапқанша өзінде сақтап, кейін қайтаруды ұйғарады. Сол түні ол телефонды қарап көреді. Мектептің әлеуметтік желісін ашқанда, оның өз телефонындағы нұсқадан мүлде өзгеше екенін байқайды. Онда кез келген адам туралы көптеген мәлімет алуға мүмкіндік беретін ерекше функциялар бар екен. Бұған қатты қуанған Джин, жолым енді ашылған шығар деп ойлайды. Ол осы телефонның көмегімен адамдармен жақынырақ араласып, достар табуға бел буады. Келесі күні Хуан актерлік академияға бар жатқанын көреміз. Ол әйгілі актер болу арманына жету үшін әлі де тынымсыз дайындалып жүр. Жолда қыздар оны жасырын бақылап, сымбаттылығына таңырқайды. Олар оның суреттерін түсіріп, интернетке жүктейді. Соның арқасында Хуан бұрынғыдан да танымал бола түседі. Жұрттың бәрі оны болашақ жұлдыз деп айтып жүреді. Мектепте мұғалім Хуанның емтиханнан ең жоғары ұпай жинап, сыныпта бірінші орын алғанын хабарлайды. Барлығы оған қол шапалақтайды. Бірақ осыншама жетістікке қарамастан, Хуан өз өмірінен жалығып кеткен еді. Барлық нәрсе оған тым оңай келетін. Ол арманына жету жолында қиындық көріп, шынайы еңбектің дәмін татуды қалайтын. Осы кезде Джин мектепке келіп, жұмбақ телефонды пайдалана бастайды.
Ол қосымша арқылы екі қыздың өздері жақсы көретін әншімен барлары келетін концерт туралы хат жазып отырған байқайды. Осыны мүмкіндік деп білген Джин олардың қасына барып, өзі де сол әншінің үлкен жанкүйері екенін айтады. Қыздар тамырқажап, онымен сөйлесе бастайды. Ақырында олар дос болып, концертке бірге баруға келіседі. Жоспары сәтті шыққанына Джин қатты қуанады. Ол телефонның көмегімен өмірін өзгертіп, танымал болуды жалғастырмақ болады. Бірақ көп ұзамай, бәрі керісінше өрбиді. Қыздардың бірі одан әлгі әншінің туған күнін сұрайды. Джин тосылып қалып, жауап бере алмайды. Сол сәтте қыздар оның өтірік айтқанын түсініп, кетіп қалады. Джин қатты ұялып, өзін масқара болғандай сезінеді. Сыныпқа оралған соңда ол берілмейді. Қайтадан әрекет жасап көреді. Қосымшада бір оқушының құлаққап сатып алғысы келетін туралы жазбасын көреді. Джин оның қасына барып, жақсы бір брендті ұсынып жібереді. Оқушы таңырқап: "Менің құлаққап алғың келетінін қайдан білдім?" деп сұрайды. Сол кезде Джин өзінің қателік жібергенін түсінеді. Абыржып қалған ол дереу сылтау ойлап тауып: "Сен үнемі жалғыз отырасың, әрі құлаққап тақпайсың. Сондықтан саған құлаққап керек шығар деп ойладым" дейді. Өкінішке қарай әлгі оқушы мұны қорлау ретінде қабылдап, Джин өзін кедей деп мазақтап тұр деп ойлайды. Ол ренжіп, сыныптан шығып кетеді. Джин артынан барып кешірім сұрамақ болады, бірақ ол тыңдамайды. Джин өз ісіне өкініп, енді бірдеңе айтпас бұрын жақсылап ойлану керек деп шешеді. Біраздан кейін мұғалім сыныпқа жаңа оқушы келетінін хабарлайды. Жаңа оқушы өзін Джон деп таныстырады. Оның сымбатты, әрі тартымды келбетіне бәрі бірден тәнті болады. Тіпті ол Хуан сияқты сүйкімді көрінеді. Мұғалім Джонды Джиннің артына отырғызады. Сабақтан кейін сыныптастардың бірі Джонды бәрімен таныстырып, сынып старостасының әйгілі YouTube блогер екенін айтады. Сол кезде Хуан мен Джон алғаш рет кездеседі. Екеуі де мектептегі ең танымал жігіттер саналатындықтан, барлығының назары бірден соларға ауады. Бірақ Джон ешкімге қызықпайды. Ол Джинді көрген сәттен бастап, одан көз алмай қалады. Қызды бұрыннан танитындай сезінде болып, оны үнсіз бақылап жүреді. Ал Джин сыныптан шығып, жұмбақ телефонға толықтай тәуелді болмай-ақ, қалай танымал болуға болатынын ойластырады. Сол кезде ол оқушылардың бір кездері мектептің әлеуметтік желісіне бір оқушының ән айтып тұрған видеосын жүктеген туралы әңгімесін естиді. Оның дауысы аса жақсы болмаған, беті көрінбеген, ал видео ешкім оның кім екенін анықтай алмай тұрып, өшіріліп кеткен екен. Сондықтан бәрі сол жұмбақ әншінің кім болғанын білгісі келеді. Джин тағы да ерекше телефонның көмегіне жүгінеді. Егер әлгі әншінің кім екенін әшкерелесе, оқушылар ақыры өзіне назар аударып, онымен дос болады деп сенеді. Осы кезде Джон онымен сөйлесуге жақындамақ болады, бірақ Джин оған мүмкіндік берместен кетіп қалады. Джон оның бұл әрекетін оғаш көреді. Кейін дене шынықтыру сабағында барлық оқушылар спорт алаңына шығады. Хуан сөмкесінің ішінен мектеп театрына келуін өтінген хат тауып алады. Қызығып, хатты кім қалдырғанын білу үшін театрға барады. Ол жерге келгенде өзін күтіп тұрған Джинді көріп, қатты таңырқайды. "Не керек?" деп сұрайды ол. Джин ерекше телефон арқылы оған баяғы өшірілген видеоны көрсетіп, онда ән айтып тұрған адамның дәл өзі екенін айтады. Хуан қатты шошып кетеді. Болашақта актер болуды армандайтындықтан, егер жұрт оның нашар ән айтатын біліп қойса, мансабы құрдымға кетеді деп қорқады. Қатты абыржыған ол Джиннің аузын жауып, қатты сөйлемеуін өтінеді. Джин оған ешкімге ештеңе айтпайтынын, бұл құпияны сақтайтынын айтады. Хуан оны ақша талап етіп жатыр деп ойлап, "Қанша ақша керек? Қандай сома сұрасаң да берем" дейді. Бірақ Джин ақша керек емес екенін айтады. Оның жалғыз арманы танымал болу. Адамдар өзін байқап, аты жөнін біліп сөйлескенін қалайды. Содан кейін ол күтпеген өтініш айтады. Ол Хуаннан өзін қызын деп жүргендей кейіп танытуын сұрайды. Нақтырақ айтқанда, барлық оқушылардың алдында өзіне ұнайтынын айтуын өтінеді. Джиннің ойынша, егер бәрі оларды бірге көрсе, ол бірден танымал болып, жұрттың назарына ілігіп, ақыры достар табады. Біраз уақыттан кейін екеуі жай ғана айырылысып, әрқайсысы өз жолмен кете береді. Хуан бұған мүлде түсінбей: "Саған танымал болу неге сонша маңызды?" деп сұрайды. Сонда Джин өмір бойы өзін ешкім байқамайтын, жалғыз әрі көзге көрінбейтін адамдай сезініп келгенін айтады. Ол тек Хуан сияқты көп достары болып, адамдардың ортасында қабылданған жан болуды армандайтын жеткізеді. Соңында ол Хуаннан осы арманын орындауға көмектесуін жалынып сұрайды. Бірақ Хуан оған не деп жауап берерін білмей қалады. Ойланып кеткен Хуан ештеңе айтпастан сыныпқа қайта оралады. Ол жол бойы Джиннің сөздерін қайта-қайта есіне алып келеді. Сынып старостасы оның бірдеңеге алаңдап жүргенін байқап:
Бірдеңе болды ма? Жағдайың жақсы ма? Деп сұрайды. Хуан жауап бермек болғанда Джин артынан келіп, онымен тағы сөйлескісі келетінін айтады. Хуан оның құпиясын бәрінің көзінше айтып қояма деп қорқып, бірден оны сыртқа ертіп шығып, оңаша сөйлесуді ұсынады. Мұны көрген сынып старостасы екеуінің қарым-қатынасына күмәндана бастайды. Ал Джон оларды бірге көріп кездесіп жүр екен деп ойлайды. Сол сәттен бастап оның ішінде қызғаныш пайда болады. Кейін Джин мен Хуан бос сыныптардың біріне кіреді. Джин қуана-қуана бұл жер енді олардың құпия штабы болатынын айтады. Яғни басқа оқушылар көрмейтін әрі естімейтін жерде кездесіп, еркін сөйлесетін орын. Хуан таңырқап жан-жағына қарап, «Сен бұл жерге неге жиі келесің?» деп сұрайды. Джин бұрын достар болмағандықтан жалғыз өзі осы жерде отыратынмын деп жауап береді. Бұл сөздер Хуанның жүрегіне әсер етеді. Ол Джинді аяп, оның жағдайына жанашырлық таныта бастайды. Ақыры оған көмектесуге келіседі. «Нақты не істеуімді қалайсың?» деп сұрайды ол. Қуанған Джин оған қайта-қайта алғыс айтып, «Уайымдама, мен бәрін жоспарлап қойдым» дейді. Ол тақтаға барып жоспарын түсіндіре бастайды. Жоспар бойынша бірінші сабақ кезінде Хуан бүкіл сыныптың алдында өз сезімін мойындауы керек. Осыны айтып тұрған кезде Джин тағы да қиялға беріліп кетеді. Елестетуінде Хуан бүкіл сыныптың көзінше тізерлеп отырып, кездесуге шығуын сұрайды. Барлық оқушылар оған қызғанышпен қарап, бірден назар аударады. Осылайша ол әп-сәтте танымал адамға айналады. Қиялына беріліп кеткен Джин өзін әйгілі болған күйінде елестете береді. Хуан оны бірден тоқтатып, «Жоқ, мен ондай ақымақтықты істемеймін. Мені кино жұлдызы деп ойлайсың ба? Егер солай жасасам, бүкіл мектепке күлкі боламын. Тіпті сендегі ән айтқан видеоңды жариялағаның жақсырақ шығар. Екеумізде ұятқа қалмайтындай басқа жоспар ойлап тап» дейді. Джин оның сөзінің жаны бар екенін түсініп, бірден жаңа жоспар ойлап табады. Бұл жолы ол тағы қиялға кетеді. Елестетуінде Хуан спортпен айналысып болған соң, оның жанына келіп, қолындағы су бөтелкесін алады да, кенеттен сезімін білдіреді. Қиялындағы Хуан, «Сен мен үшін судан да, ауадан да қымбатсың» дейді. Осы сөзден кейін бүкіл оқушы таңғалып, қол соғып айқайлап, Джин тағы да бірден танымал болып кетеді. Хуан тағы да оның қиялын бөліп, «Неге сенің барлық жоспарың осындай? Бірде-бірі ерекше емес. Бұлар 2005 жылғы ескі ақ-қара фильмнен шыққандай көрінеді. Болды, мұны маған тапсыр» дейді. Джин қуанып бірден келіседі де тағы да алғыс айтады. Сосын, «Уайымдама, мен сенің құпияңды ешкімге айтпаймын. Даусың бақаның даусына ұқсайды деп те ешкімге айтпайын» дейді. Хуан мысқылдап, «Осындай мақтауың үшін рахмет» деп жауап беріп, оған үйіне қайтуын айтады. Сол түні Джин қуаныштан ұйықтай алмайды. Ол ертең не болатынын ойлап, Хуан қандай жоспар ойлап тапқанын елестете береді. Ал дәл сол уақытта Хуан да ұйықтай алмай отырған еді. Ол өз намысына тимейтіндей етіп, сезімін қалай білдіруге болатынын түні бойы ойластырады. Екеуі де түні бойы ұйықтамай, толқып әрі қысылып, ертеңгі күнге дайындалады. Келесі күні таңертең Джин ерте оянып, ерекше қуанышпен мектепке келеді. Жолда бірге тұрған ғашық жұптарды көріп, «Бірнеше сағаттан кейін мен де дәл осылар сияқты боламын» деп іштей қуанады. Көзін жұмып, қиялға беріліп келе жатқанда, кенет біреумен соқтығысып қалады. Қыз жерге соғылғанда, тауып алған жұмбақ телефоны қолынан түсіп кетеді. Ол телефон сынып қалды ма деп қатты қорқып кетеді. Бірақ оның әлі де жұмыс істеп тұрғанын көріп, жеңіл тыныс алады. Өзі соқтығысқан адамның Джон екенін байқайды. Джин одан кешірім сұрап, өзін кешіруін өтінеді. Бірақ Джон оның телефонға сонша алаңдап тұрғанын байқап, «Сен мүлде өзгермепсің. Әлі күнге дейін есте сақтау қабілетің нашар екен» дейді де кетіп қалады. Джин аң-таң болып, «Ол мені қайдан таниды? Мен оны қайдан білемін?» деп ойланады. Ол алыстап бара жатқан Джонға ұзақ қарап тұрады. Біртүрлі таныс сезілгенімен, оның кім екенін есіне түсіре алмайды. Осы кезде Хуан да мектепке келеді. Ол түні бойы дұрыс ұйықтамағандықтан қатты шаршаған еді. Сынып старостасы оның көңілсіз екенін байқап сөйлеспек болады. Бірақ Хуан байқамай оны Джиннің атымен атап қояды. Қаңғалған қыз. «Жағдайың дұрыс па?» деп сұрайды. Хуан жауап бермей тұрғанда, Джин сыныпқа кіріп кіреді де, арғы жақтан оған белгі беріп, екеуінің жоспарын еске салады. Алайда Хуанның батылы жетпей, ештеңе айтпастан сыныптан шығып кетеді. Сабақтан кейін Джин оны бүкіл мектептен іздей бастайды. Телефонына қайта-қайта хабарлама жібереді, бірақ Хуан жауап бермейді. Содан Джин ашуланып, ол келісінен бас тартты деп ойлайды. Дәл сол сәтте бір оқушы досын су бөтелкесімен қуып жүреді. Әлгі досы жалтарып қалған кезде, бөтелкедегі су түгелдей Джиннің үстіне шашырайды. Сол мезетте Хуан келіп жетіп, оның алдына тұрып, қалған судан қорғайды. Ол кінәрі оқушыларды ұрсып, Джиннен кешірім сұратқызады. Тіпті олардан Джиннің атын жаттап алуды талап етеді.
Хуанның бұл әрекеті Джинді қатты толықтады. Дәл осы кезде олардың сыныптастарының көбі сол жерде тұрған болатын. Мүмкіндікті пайдаланған Хуан кенеттен барлығының көзінше: «Маған Джин ұнайды, мен онымен кездескім келеді», деп жариялайды. Жиналғандардың бәрі есеңгірек қалады. Ешкім мұндайды күтпеген еді. Оқушылар бірден телефондарын шығарып, болған жағдайды түсіре бастайды. Ал Джиннің өзі қатты абдырап кеткені сонша, екеуінің алдын ала жасаған жоспарында ұмытып кетеді. Ұялған ол ештеңе деместен жүгіріп кетеді. Жол бойы ол Хуанның сезімін шынымен айтты ма, әлде бәрі тек жоспардың бір бөлігі ме деп ойлана береді. Осылай ойланып келе жатқанда ол тағы да Джонмен кездеседі. Джин одан: «Сен шынымен мені танисың ба?» деп сұрайды. Джон жымиып: «Сені қалай танымаймын?» дейді. Сол сәтте Джиннің есіне балалық шағы түсе бастайды. Бала кезінде де ол дәл қазіргідей жалғыз болатын. Достар жоқ еді. Бірақ бір ғана бала үнемі оның жанында жүріп, бірге ойнап, оған әрдайым мейірімділік танытатын. Ол бала дәл Джон болатын. Қазіргі уақытқа оралған Джин оның 10 жыл бұрын көшіп кеткен бала кездегі дос екенін түсінеді. Олар қайта кездескеніне сене алмай қалады, күліп: «Сен қатты өзгеріп кетіпсің, тіпті бұрынғыдан да сымбатты болдысың», дейді. Ол Джонға жақындамақ болғанда, баспалдақтың жанында сүрініп, бұғылай жаздайды. Дәл сол сәтте Хуан да, Джон да бір уақытта оған қарай жүгіріп келеді. Джон оның қолынан ұстап үлгерсе, Хуан да дәл сол уақытта оны ұстамақ болады. Екі жігіт бірден бір-біріне қызғана қарайды. Ал Джин болып жатқан жағдайлардың бәріне таңырқап қалады. Аз ғана уақыт бұрын мектепте ешкім оның атын да білмейтін. Ал қазір ол аяқ астынан танымал болып, мектептегі ең сымбатты екі жігіттің де назарын өзіне аударған еді. Хуан Джинмен оңаша сөйлескісі келетінін айтып, Джонның кетуін сұрайды. Кетер алдында Джон: «Сені қайта көргеніме өте қуаныштымын», деп айтып кетеді. Джин өзін ыңғайсыз сезініп, Хуанның соңынан екеуі үнемі кездесетін құпия бөлмеге барады. Сол жерде Хуан: «Сен Джонды қайдан танисың?» деп сұрайды. Джин оған бала кезіндегі оқиғалардың бәрін айтып береді. Джонның 10 жыл бұрын отбасымен көшіп кеткенге дейін өзіне жақсы қараған жалғыз адам болғанын түсіндіреді. Хуан оның әлі де бір нәрсені жасырып тұрғандай сезінгенмен, әңгімені басқа жаққа бұрып: «Мен өз уәдемді орындадым», деп еске салады. Джин мектептің әлеуметтік желісін ашқанда, оқушылардың Хуанның сезімін мойындаған сәтін видеоға түсіріп, интернетке жүктеп қойғанын көреді. Бейне әп-сәтте бүкіл мектепке тарап кеткен екен. Бір түннің ішінде Джин танымал болып шыға келеді. Енді бүкіл мектеп тек ол туралы айтып жүр. Джин бұған сене алмай, қатты таңырқайды. Ал Хуан болса: «Онда неге мен сезімімді айтқаннан кейін қашып кеттің?» деп сұрайды. Ұялған Джин оның сөздері өзін мүлде күтпеген жерден таңғалдырғанын айтады. Өмірінде алғаш рет осындай жағдайға тап болғандықтан, не істерін білмей қалғанын түсіндіріп, жоспарды бұзып жіберген үшін кешірім сұрайды. Содан кейін ол Хуаннан адамдар оның атын толық танып, өзі достар таба алатын деңгейге жеткенше кездесіп жүргендей болып жүре тұруын өтінеді. Бірақ Хуан: «Мен келісімнің өз бөлігін орындадым, енді қайта кездескім келмейді», дейді де кетпек болады. Алайда Джиннің қолында оның ән айтып тұрған ұятты видеосы әлде бар еді. Ол жай ғана: «Айтпақшы, видео әлі менде сақтаулы», деп еске салады. Амалы қалмаған Хуан бірден ойын өзгертіп, әзілдей сөйлеп келісімін береді. Ол еріксіз болса да, Джинге әрі қарай көмектесуге бел буады. Енді ол Джинге қалай көпшілікпен дұрыс араласу керектігін, адамдармен қалай сөйлесу керектігін үйретуге кіріседі. Хуан оған: «Егер шынымен танымал болғың келсе, сынып старостасы сияқты өзіңе тән ерекше мінезін болу керек. Сонда ғана адамдар саған қызығады. Не айтқым келгенін түсіндің бе?» дейді. Джин өзіне сенімді түрде: «Әрине, мен ақылдымын ғой, бәрін түсіндім», деп жауап береді. Сөйтіп ол бәрін ұқтым деп ойлап, бірден сыныпқа қарай жүгіріп кетеді. Сыныпқа келгенде жалғыз отырған бір қызды көреді. Қыз емтиханнан төмен баға алғандықтан көңілсіз екен. Джин осыны мүмкіндік деп санап, оған жақындамақ болады. Ол көңілді әрі күлкілі болып көрінуге тырысып: «Сен көңілсіз сияқтысың, мүмкін өміріңе мен сияқты көңілді адам керек шығар, сонда көңілің көтеріледі», дейді. Қыз бұл сөзге аң-таң болып қалады. Ол Джин өз өміріне орынсыз араласып жатыр деп ойлайды. Джин де бірден сөзінің оғаш шыққанын түсініп, қатты ұялады. Жағдай ушығып кетпей тұрғанда, алыстан Хуан оған белгі беріп, спорт алаңына шақырады. Бірақ Джин тағы бір рет әрекет жасап көруді шешеді. Ол баскетбол ойнап жүрген бір топ қызды байқайды. Егер оларға өзінің шебер екенімді көрсетсем, олар міндетті түрде менімен дос болады деп ойлайды. Өзін жігерлендіріп, дотталып, сақинаға лақтыруға дайындалады. Алыстан қарап тұрған Хуан
бұл жолы шынымен қолынан келетін шығар деп үміттенеді. Бірақ жолы болмайды. Джин мүлде дәл тигізе алмай қалады. Мұны көрген оқушылар күліп, оны мазақтай бастайды. Ұялған Джин спорт алаңынан кетіп қалады. Көп ұзамай ол бір оқушының сыныптасымен сөйлесіп тұрғанын байқап, олардың әңгімесіне қосылмақ болады. Ол қызықты әрі ақылды болып көрінуге тырысып, қайта-қайта сөздерін бөліп сөйлейді. Бірақ соның кесірінен екеуі не туралы айтып тұрғандарын ұмытып қалады. Джин өзін ешкім жақтамайтын сияқты сезінеді. Ол қай жерден қателесіп жүргенін мүлде түсінбей дал болады. Бақытын ағай дәл сол сәтте Хуан келіп жетіп, Джинді ертіп, олардың құпия бөлмесіне алып кетеді. Сол жерде ол: «Мен көпшілікпен аралас дегенде шынымен осылай істеу керек деп ойладың ба?» деп сұрайды. Хуан оған адамдарға ұнау үшін жалған мінез көрсету емес, ең алдымен өз-өзің болу керектігін түсіндіреді. Осы сөздерді естіген Джиннің көңілі босап, көзіне жас келеді. Ол жылап тұрып: «Сен менің қандай күйде жүргенімді ешқашан түсіне алмайсың. Өйткені сен танымалсың. Бәрі сені жақсы көреді. Бәрі сенің жаныңда болғысы келеді. Ал мен болсам, өмір бойы ешкімге керек болмай келдім» дейді. Хуан оны аяп кетеді. Бір сәтке Джин оны құшақтайды деп ойлайды. Бірақ Хуан теп оған майлы ұсынып: «Болды, жылама» дейді. Одан кейін ол өз мәселелері туралы да ашық айтады. Хуан шын мәнінде өзі де бақытты емес екенін мойындайды. Өйткені ол бәріне өтірік айтып жүргенін жеткізеді. Жұрттың бәрі оны жақсы ән айтады деп ойлайды. Ал егер бір күні шындықты білсе, бәрі одан теріс айналады деп қорқады. Сонда Джин оның да өз қиындықтары бар екенін түсініп, оған жанашырлық таныта бастайды. Кейін Джин сыныпқа қайтып келеді. Сол кезде күтпеген жерден сынып старостасы өзі келіп сөйлеседі. Джин қатты таңырқайды. Өйткені бұл старостаның оған бірінші рет өз еркімен жақындауы еді. Староста мұның себебін түсіндіріп: «Мен Хуан екеуің кездесіп жүр деп ойлаймын» дейді. Содан кейін ол Джинді сабақтан кейін өздерімен бірге кешкі асқа баруға шақырады. Мұндай ұсынысты өмірінде алғаш естіген Джин қатты қуанып, бірден келіседі. Ол сыныптан күлімдеп шығып кетеді. Мұны көрген Джон: «Неге сонша қуанып жүрсің?» деп сұрайды. Джин алғаш рет сыныптастармен бірге қыдыруға шақырылғанын айтып береді. Өйткені осы уақытқа дейін ол үнемі жалғыз жүрген еді. Содан кейін ол Джоннан бала кезінде қорлық көрген туралы ешкімге айтпауын өтінеді. Джон оның құпиясын міндетті түрде сақтайтынына уәде береді. Сабақтан кейін Джон Джиннің сыныптастармен бірге кетіп бара жатқанын көріп, вендарына жүгіріп келеді. Бірақ ол әзілдеймін деп, бала кезінде Джиннің қалай қорланғанын және өзін үнемі қалай қорғап жүргенін айтып қояды. Джин бірден абыржып кетіп, бәріне оның жай ғана қалжыңдап тұрғанын түсіндіруге тырысады. Сынып старостасы бұған күліп жібереді. Алайда ол Джонға қызығушылық танытып, онда бірге мейрамханаға шақырады. Мұны көрген Хуан қызғанып кетеді. Ол актерлік жаттығуы бар екенін айтып, кетіп қалады. Бірақ Джон бұған күмәнданып, оның соңынан ереді. Сол кеште Джон актерлік академияның маңында Хуанды тоқтатып: «Сен өтірік айтып жүрсің, мен бәрін білем» дейді. Хуан бірден мазасызданып кетеді. Осы кезде өткен шақ көрсетіледі. Хуан алғаш мектепке келгенде, оқушылар оның келбетін көріп, болашақ атақты актер болуға дайындалып жүр деп өздері ойлап тапқан екен. Барлығы оған сүйсініп дос болғысы келген. Ал Хуан оларды түзетудің орнына осы өтірікті жалғастыра берген. Өйткені оған адамдардың назары мен танымалдығы ұнайтын. Қазіргі уақытқа қайта оралғанда Хуан: «Мұның бәрін қайдан білдің?» деп сұрайды. Бірақ Джон жауап беруден бас тартады. Екеуінің арасында жаңжал туып, Джон бүкіл мектепке шындықты айтып берем деп қорқытады. Сосын: «Джиннен аулақ жүр» деп ескертеді. Хуан ашуға болғып, Джин ән айтып тұрған видеоны Джонға көрсетіп, құпиясын айтып қойған екен деп ойлайды. Ешқандай түсініктеме тыңдамай ашуланып кетіп қалады. Ал Джон болса таңырқап қалады. Ол осы уақытқа дейін Джинді Хуан алдап жүр деп ойлаған еді. Енді Джиннің бәрін бұрыннан білетінін түсініп, екеуінің арасында өзіне белгісіз маңызды бір құпия бар деген күдікке келеді. Ал осы уақытта Джин сыныптастармен бірге мейрамханада отыр. Өмірінде алғаш рет достарымен бірге уақыт өткізіп жатқандықтан, ол өзін өте бақытты сезінеді. Алайда сынып старостасы Джинді ыңғайсыз жағдайға қалдыру үшін астарлы сөздер айтып отырады. Ол: «Джин мұндай жерге бұрын келмеген шығар, өйткені оның әдетте достары болмайтын ғой» дейді. Бұл сөздер Джинге ауыр тиеді, бірақ ол үндемей, елемегендей болады. Бір кезде оқушылардың бірі телефон қоңырауына жауап беру үшін сыртқа шығып кетеді. Сол мүмкіндікті пайдаланған сынып старостасы Джиннен Хуанмен қарым-қатынасы туралы сұрайды. Ол Джиннің Хуанды шынымен ұнататынын білгісі келеді. Күтпеген сұрақтан тосылып қалған Джин не айтарын білмейді. Сөйтіп дәретханаға барам деп үстелден тұрып кетеді. Сыртқа шыққан кезде ол жуас мінезді бір сыныптасының бір қыздың қорлығына ұшырап жатқанын көреді.
Әлгі қыз одан ақша талап етіп, бермесе, өз тобының жігіттері келіп сабайтынын айтып қорқытады. Мұны көрген Джин ашыланып кетеді. Ол араша түсіп, оны жайына қалдыр, әйтпесе директорға бәрін айтам дейді. Бұзақы қыз күліп, маған керегі әлде қашан болды дейді де кетіп қалады. Джин әлгі жігіттің жағдайын сұрамақ болады, бірақ жігіт алғыс айтудың орнына ашуланып, мен сенен көмек сұраған жоқпын, сен менің досым емессің дейді де кетіп қалады. Бұл сөздер Джиннің жүрегіне қатты тиеді. Келесі күні мектепте ол әлгі жігітпен тағы сөйлесуге тырысады, бірақ ол Джинді мүлде елемейді. Содан кейін Джин Хуанға хабарлама жіберіп, екеуінің құпия бөлмесінде кездесуді сұрайды. Бірақ Хуан оған да жауап бермейді. Өзін бәрі тастап кеткендей сезінген Джин бұрынғыдай қайтадан жалғыз қалып қойғандай күй кешеді. Ол сыныптың алдында Хуанды күтіп тұрып, неге хабарламаларыма жауап бермейсің деп сұрайды. Бірақ Хуан оны жоқ адамдай көріп, жанынан өте шығады. Таң қалған Джин оның артынан сыныпқа кіріп, маған ренжіп жүрсің бе деп сұрайды. Хуан оның құпиясын сатып кетті деп ойлағандықтан, оған өте суық қарайды. Осының бәрін бақылап тұрған сынып старостасы қызғанышпен, Хуанның соңынан ерме, сен оған лайық емессің дейді. Бұл сөздер Джинді қатты жаралайды. Ол өзін қайтадан ешкімге көрінбейтін адамдай сезінеді. Дәл сол сәтте Джон оның қолынан ұстап сыныптан алып шығады. Мұны көрген Хуан екеуінің арасында бір нәрсе бар екеніне сеніп, одан сайын ашуланады. Ал Джин бұл жаққан жағдайларда мүлде түсінбей дал болады. Джон одан, сен неге Хуанға сонша жақындағың келеді деп сұрайды. Көзіне жас алған Джин өмір бойы жалғыз болып, ешкімнің өзін қабылдамағанын айтады. Хуан өзіне жақсы қараған алғашқы адам болғандықтан, енді оның неге кенеттен суып кеткенін түсінбей жүргенін мойындайды. Джон оны аяп кетеді. Ол Джиннің қолынан ұстап, сені алдап жүр дейді. Сосын Хуанның бәріне өтірік айтып жүргенін, шын мәнінде ешқандай актерлік академияда оқымайтынын айтады. Джин қатты таңырқайды. Бірақ бірден, өтінемін, мұны ешкімге айтпа дейді. Ол бұл шындықты бұрыннан білетінін түсіндіреді. Джон аң-таң болып қалады. Сонда сен Хуанды ұнатасың ба деп сұрайды. Джин біраз үнсіз тұрып, тек оның құпиясын сақтақтауға уәде бергенін айтады. Сосын Хуанның неге өзімен сөйлеспей кеткенін түсінбейтінін мойындайды. Сонда Джон болған түсініспеушілікті түсіндіреді. Хуан Джин өзінің құпиясын Джонға айтып қойды деп ойлап жүрген екен. Барлығын түсінген Джин бірден Хуанға шындықты айту үшін жүгіріп кетеді. Бірақ оны еш жерден таба алмайды. Сол түні ол қайта-қайта қоңырау шалады. Алайда Хуан жауап бермейді. Ақырында телефонын мүлде өшіріп тастайды. Келесі күні Джин оның сыныбының алдында күтіп тұрып, ақыры тоқтатады. Ол бәрін қате түсінгенін түсіндіруге тырысады, бірақ Хуан, мен сенің Джонмен сөйлескеніңді өз көзіммен көрдім, сондықтан бәрін оған айтып қойғаныңа сенімдімін дейді. Ол ешқандай түсініктеме тыңдамай бұрылып кетіп қалады. Сол түні бұрын қорлық көрген жуас оқушы үйіне қайтып бара жатқанда, әлгі бұзақы қыз өзінің қылмыскер жігітін және оның достарын оған қарсы жібереді. Топтың басшысы қауіпті жымиып, жігіттің алдына келіп қорқыта бастайды. Дәл сол сәтте бір дауыс естіледі. Бұл Джин еді. Ол болған оқиғаның бәрін телефонына түсіріп тұрған болатын. Мұны көрген топ басшысы ашуға мініп, достарына оның телефонын тартып алуды бұйырады. Джин қатты қорыққанмен бұған алдын ала дайындалған еді. Ол тауып алған жұмбақ телефонды пайдаланып, бәрін таңғалдырған мәлімет даяды. Джин топ басшысына оның қызының көзіне шөп салып жүргенін және мұны дәлелдей алатынын айтады. Содан кейін оған кітапханада әлгі бұзақы қыздың басқа бір жігітпен қылмысып тұрған видеосын көрсетеді. Қыз абыржып кетіп, телефонды тартып алмақ болады, бірақ жігіті оны тоқтатады. Өзін сатып кеткенін түсінген ол қатты ашуланады. Джин бұл видеоны жасырын түрде өзі түсіргенін айтып, егер біреуге қол көтерсе, бәрін полицияға және мектеп басшылығына хабарлайтынын ескертеді. Ашуға булыққан топ басшысы оған шабуыл жасауға шешім қабылдайды. Джин қатты қорқып, жағдайдың өте қауіпті екенін түсінеді. Дәл соңғы сәтте Хуан келіп жетеді. Ол Джиннің алдына тұрып, бұзақылармен төбелесе бастайды. Сырт көзге сымбатты әрі сабырлы болып көрінгенмен, Хуан жекпе-жекте өте мықты болып шығады. Ол топ басшысы мен оның достарын еш қиналмай жеңіп, бәрін жерге құлатады. Мұны көргендердің бәрі оның күшіне таңырқап қалады. Сол кезде бұзақылардың бірі Хуанға арт жағынан шабуыл жасамақ болады. Мұны байқап қалған Джин дер кезінде әрекет етіп, әлгі жігіттің басынан ұрып қалады. Бұзақы бірден есінен танып жерге құлайды. Хуан бұған қатты таңырқап, оған алғыс айтады. Осы сәтті пайдаланған Джин өзінің ешқашан оған опасыздық жасамаған, бәрін қате түсінгенін түсіндіреді. Бұл жолы Хуан оған сенеді. Ол шын жүректен алғыс айтып, әсіресе Джиннің ешкім көмектеспеген кезде
әлгі жуас оқушыны қорғау үшін өз өмірін қатерге тіккеніне ерекше риза болады. Екеуі бір-бірін құшақтап, көңілдері орнына түседі. Келесі күні Джин мектепке келгенде қатты таңырқайды. Кеше жасаған ерлігі туралы жаңалық бүкіл мектептің әлеуметтік желісіне тарап кетіпті. Енді бүкіл мектеп оның атын біледі. Осылайша Джин ақыры өзі армандағандай танымал болады. Құпия бөлмеге келгенде оны күтіп тұрған Хуанды көреді. Хуан одан бәрін қате түсінгені үшін кешірім сұрап, өзін кешіруін өтінеді. Джин ренжімегенін айтып, керісінше оған кеңесі үшін алғыс білдіреді. Өйткені ол Хуанның айтқанын тыңдап, өзгеге ұқсауға тырысуды қойып, өз-өзі сияқты бола бастағанын айтады. Ол Хуанға жақындап барып, қолынан ұстайды. Сосын, мен адамдармен дұрыс араласуды үйренгенше, жанымда досым болып қала аласың ба? Деп сұрайды. Хуан қатты абдырап қалады. Алғаш рет ол Джиннің қаншалықты сұлу екенін байқап, одан көзін ала алмай қалады. Оның Джинге шын көңілден ғашық бола бастағаны анық еді. Дәл жауап бермек болған сәтте есік ашылып, ішке Джон кіріп келеді. Ол романтикалық сәтті бірден бұзып жібереді. Джон Джинге адамдармен араласуды өзі үйрету керек екенін айтады. Өйткені ол Джинді бәрінен жақсы таниды. Себебі ол оның бала кездегі ең жақын досы болған. Тіпті тақтаға шығып, Джиннің қарым-қатынас жасау қабілетін қалай жақсартуға болатын туралы кеңестер жаза бастайды. Мұны көрген Хуан қызғанып кетеді. Ол Джонға араласпауын айтып, Джинге көмектесу менің міндетім дейді. Екі жігіт бір-бірін мүлде жақтырмайтын еді. Әрқайсысы Джинге ең жақын адам болғысы келіп, кішкентай балалар сияқты өзара дауласа бастайды. Мұны көрген Джиннің шыдамы таусылып, болды, ұрыспандаршы. Маған ешқандай қиындықтың керегі жоқ дейді. Содан кейін үшеуі бірге сыныпқа қайтып келеді. Джиннің мектептегі ең сымбатты екі жігітпен бірге жүргенін көрген оқушылардың бәрі қатты таңырқайды. Ал сынып старостасы одан сайын қызғана түседі. Бірақ ол мұны сыртқа білдірмейді. Өйткені өз жоспары әлдеқашан дайын болатын. Көп ұзамай, ол мектепшілік байқау өтетінін хабарлайды. Қатысқысы келген әрбір оқушы бейнеролик түсіріп, оны мектептің әлеуметтік желісіне жүктеу керек. Ең көп лайк жинаған видео бас жүлдені жеңіп алады. Мұны естіген оқушылар бірден дайындыққа кіріседі. Сынып старостасы да қатысуды жоспарлайды. Өйткені былтыр дәл осы байқауда жеңімпаз болған еді. Және биыл да жеңісті ешкімге бергісі келмейді. Бірақ ол Джиннен алаңдай бастайды. Егер Джин жеңіп кетсе, бұрынғыдан да танымал болып кетуі мүмкін. Осы кезде Джиннің басына бір ой келеді. Ол егер видеосына Джон мен Хуанды түсірсе, мектептегі ең танымал екі жігіттің арқасында бейне міндетті түрде өте көп лайк жинайды деп ойлайды. Сабақтан кейін ол екеуін құпия бөлмеге шақырып видеосына бірге түсуін өтінеді. Бірақ Хуан бірден бас тартады. Өйткені өзі бәріне актер болуға дайындалып жүрмін деп айтып қойғандықтан, интернеттегі видеоларға түсуге болмайды дейді. Джон да келіспейді. Ол онсыз да мектепте танымал болғандықтан, мұндай байқауға қатысудың қажеті жоқ деп есептейді. Джиннің көңілі түсіп кетеді. Ол екеуінен қандай да бір жолмен көмектесуді сұрайды. Бірақ олар оған өз күшіне сеніп видеоны өзі түсіру керек екенін айтады. Джин былтырғы байқауды есіне алады. Сол кезде ол би билеген видеоларын жүктеген болатын. Шын мәнінде ол өте жақсы билейтін. Бірақ оны ешкім байқамағандықтан видеолары өте аз лайк жинаған еді. Сол себепті ол жалғыз өзі жеңу мүмкіндігі өте төмен екенін түсінеді. Оған міндетті түрде танымал серіктес керек. Сыныпқа оралғанда барлық оқушы әлдеқашан топ құрып бірге дайындалып жатқанын көреді. Ол бір жігіттен өз командасына қосуды сұрайды. Бірақ оның да командасы дайын болып шықты. Үміті үзілген Джин байқауға мүлде қатыспай-ақ қояйын деп ойлайды. Дәл сол кезде оған сынып старостасы келеді. Соңғы мүмкіндігін пайдаланғысы келген Джин одан бірге жұмыс істеуді сұрайды. Староста оның батылдығына таңырқап, бір рет бірге қыдырдық екен деп дос болып кеткен жоқпыз ғой дейді. Соған қарамастан ол Джинмен бірге видео түсіруге келіседі. Осы уақытта Хуан бұрынғыдай өтірігін сақтау үшін актерлік академияға барады. Бірақ ол жерде өзін күтіп тұрған Джонды көреді. Джон тағы да оны өтірікші деп айыптап, Джиннен аулақ жүруін талап етеді. Алайда Хуан келіспей. Мен оны ешқайда тастамаймын деп жауап береді. Сол түні Джин би қимылдарын жақсарту үшін интернеттен түрлі би видеоларын көріп отырады. Кенеттен оған сынып старостасы қоңырау шалады. Ол Джинге күрделі би қойылымының видеосын жіберіп, егер осы биді толық меңгерсең ғана, сені байқауға қатыстырам дейді. Джин қуанып бірден келіседі. Келесі күні ол видеоны Хуанға көрсетеді. Екеуі бірге қарап шыққан соң, бидің өте қиын екенін түсінеді.
Хуан оған сынып старостасының бала кезінен би билеп жүргенін, көптеген байқаулардың жеңімпазы екенін және оның деңгейіне жету оңай болмайтынын түсіндіреді. Джиннің көңілі түсіп бітеді. Өйткені бидің қозғалыстары оған мүмкін емес болып көрінеді. Дәл сол сәтте бөлмеге Джон кіріп келеді. Ол Джинге көмектесетінін айтады. Хуан күліп, сен бұдан артық орындай алмайсың дейді. Сөзін дәлелдеу үшін ол видеоны Джонға көрсетеді. Бірақ келесі сәтте бәрі таңырқап қалады. Джон видеоны небәрі бір рет көргеннен кейін барлық қимылды еш қателеспей қайталайды. Кепті бұл биді көп жылдан бері жаттап жүргендей әсер қалдырады. Ол музыканы қосып, биді мінсіз орындай бастайды. Джин мен Хуан көргендеріне сене алмай, аң-таң болып қалады. Әсіресе Джин қатты тамырқап, Джонға қайта-қайта қол шапалақтайды. Ол қуана, маған да осы биді үйретші деп өтінеді. Джон келісіп, Джин барлық қимылды жаттап алғанша оған жаттығу жасатады. Келесі күні Джин сынып старостасымен акт залында кездеседі. Шындырында староста әдейі өте қиын биді таңдаған еді. Өйткені Джин орындай алмай, барлығының алдында ұятқа қалады деп сенген болатын. Оның биді шынымен үйреніп келетінін мүлде күтпеген еді. Сол кезде Хуан мен Джон да келіп, көріп тұрсақ бола ма деп сұрайды. Староста қуана келіседі. Өйткені Джиннің масқара болғанын олардың да көргенін қалайды. Бірақ Джин бұл жолы жақсы дайындалған болатын. Музыка қосылады. Ол Джон үйреткен барлық қимылды дәлме-дәл орындайды. Нәтижесінде биді сәтті аяқтайды. Мұны көргендердің бәрі тамырқап, оның өнеріне таңдай қағады. Зал толы көрермен қол шапалақтап, Джиннің атын айқайлай бастайды. Ал сынып старостасы ішінен қатты ашуланады. Қызғаныштан булыққан ол ешкім көрмейтін дәретханаға кіріп кетіп, болған оқиғаның бәрін ойлай береді. Әсіресе Хуанның Джинге қараттырған көзқарасы оны одан сайын қинайды. Ол жоспарының толықтай сәтсіз аяқталғанын түсінеді. Содан кейін қалтасынан арықтататын дәрі шығарып, біреуін ішіп жібереді. Көп ұзамай өзін әлсіз сезініп, басы айнала бастайды. Дәретханадан шыққан кезде тіпті құлап кете жаздайды. Мұны көрген Джин бірден жүгіріп барып көмектеседі. Бірақ сынып старостасы маған жақындама дейді. Алайда көп ұзамай есінен танып қалады. Джин оны дереу мектептің медициналық бөлмесіне алып барады. Дәрігер тексергеннен кейін оның ішкені арықтауға арналған дәрі екенін және дене бітімін сақтау үшін оны ұзақ уақыт бойы қолданып жүргенін айтады. Мұны естіген Джин оны аяп кетеді. Кейінірек сөйлеспек болғанда, сынып старостасы төсектен тұрып, оны тыңдағысы келмейді. Джин, әлі өзіңді күтуің керек дейді. Бірақ староста ашуланып кетеді. Өйткені өзінің құпиясы ашылып қалған еді. Мен сені жек көрем, саған қызғанам дейді де кетіп қалады. Бұл сөздер Джиннің жүрегіне ауыр тиеді. Бірақ ол мұның шынайы себеп емес екенін сезеді. Медициналық бөлмеден шыққанда сыртта күтіп тұрған Хуанды көреді. Оны көрген сәтте бәрі өз орнына келгендей болады. Джин ерекше телефон арқылы мектептің әлеуметтік желісіндегі ескі жазбаларды қарайды. Сөйтіп, бүкіл шындықты біледі. Сөйтсе, сынып старостасы Хуанды бұрыннан жасырын ұнатып жүрген екен. Ақыры батылдық жинап, сезімін айтпақ болып, оған арнайы сыйлықпен хатта дайындаған. Бірақ дәл сол күні Хуан жоспар бойынша бүкіл мектептің алдында Джинге сезімін білдіріп қойған еді. Староста мұның бәрін өз көзімен көрген. Сол сәтте оның жүрегі жараланып, дайындаған хаты мен сыйлығын қоқысқа тастап жіберген. Содан бері ол Джинді жек көріп, үнемі жаман қарап жүрген. Өйткені сүйген жігітін Джин тартып алды деп ойлаған. Барлық шындықты білген Джин өзін кінәлі сезінеді. Ол Хуанға қарап, мен бәріне шындықты айтам, біз шын мәнде кездесіп жүрген жоқпыз дейді. Бұл сөздерді естіген Хуан есеңгірек қалады. Неге менен айырылғың келеді? Деп сұрайды. Бірақ Джин оған шын себепті айтпайды. Осылайша ол Хуанның жүрегін жаралайды. Тіпті, егер айтқаныңды істемесең, сенің видеоңды жариялап, ешқашан актерлік тағылымдамадан өтпеген өтірікші екеніңді бүкіл мектепке айтам деп қорқытады. Хуан бұл сөздерге қатты қиналады. Өйткені ол Джинді шын жүрегімен жақсы көріп қалған еді. Ал Джиннің өзі бұл сөздерді шын көңілімен емес, амалсыздан айтып тұрған болатын. Хуан оның қолынан ұстап, маған тағы бір мүмкіндік берші деп жалынады. Бірақ Джин бас тартады. Көз жасына ерік беріп, артына қарамастан кетіп қалады. Үйіне қайтқан Хуан болған жағдайды түсіне алмай қиналады. Ол Джиннің айтқан сөздерін қайта-қайта ойлап, оның бір нәрсені жасырып жүргеніне сенімді болады. Хуан оған хабарлама жіберіп, шындықты айтуын сұрайды. Тіпті Джин өзін Джонды ұнатқандықтан тастап кетті ме деп те ойлайды. Бірақ Джин оның бірде-бір хабарламасына жауап бермейді. Келесі күні Джин мектепке келеді.
Ол сынып старостасының өзін жек көретінін және осы уақыт бойы алдап келгенін есіне түсіреді. Джиннің көңілі одан сайын құлазиды. Өйткені өзде Хуанды ұнатады. Бірақ сынып старостасының жүрегін жаралағанына өзін кінәлі сезінеді. Хуанның жіберген хабарламаларын көріп жауап бере алмағандықтан көзіне жас алады. Оның жалғыз отырғанын байқаған Джон көңілсіз екенін түсінеді. Ол Джинді көңілін көтеру үшін мейрамханаға алып барады. Сол жерде Джиннің ең жақсы көретін тағамдарына тапсырыс беріп, оның көңілін көтеруге барынша тырысады. Джиннің тәбеті болмаса да, Джон оны асықтырмай тамақтандырып, ханшайымдай қамқорлық көрсетеді. Ақырында Джиннің жүзіне күлкі үйіріледі. Ол Джонға Хуанмен болған жағдайды айтып бермек болады. Бірақ соңғы сәтте райынан қайтады. Үйіне қайтпақ болғанда, Джон оның жағдайы жақсарғанына көз жеткізбейінше жібермейтінін айтады. Ол Джинді бала кезінде бірге ойнаған саябаққа алып барады. Сол жерде екеуінің балалық шақтағы естеліктерін еске түсіреді. Джон, сен мұңайған сайын, ешқашан жалғыз қалдырмайым деп өзіме уәде бергенмін дейді. Бұл сөздер Джинге қатты әсер етеді. Ол Джонға әрдайым жанынан табылған үшін алғыс айтады. Кейін Джон оған балмұздақ сатып әпереді. Джин қуана жеп күле бастайды. Ол Джонның өзі ештеңе жемей тұрғанын байқады. «Ал сен неге жемейсің?» деп сұрайды. Сәл қысылған Джон: «Мен диетадамын», деп жауап береді. Джин күліп: «Нағыз айдон сияқты екенсің ғой», деп қалжыңдайды. Ол тағы да Хуан туралы айтпақ болады. Бірақ Джон әңгіменің тақырыбын бірден өзгертіп жібереді. Дәл сол кезде кездейсоқ сол жерге Хуан да келеді. Сөйтіп үшеуі бірге уақыт өткізеді. Алайда Джон қызғаныштан Хуан мен Джиннің арасына әдейі тырып алады. Біраздан кейін оған маңызды қоңырау келіп, кетуге мәжбүр болады. Осы мүмкіндікті пайдаланған Хуан Джиннен: «Неге жоспарымыз аяқтамай тұрып айырылысқымыз келді?» деп сұрайды. Бірақ Джин тағы да шындықты айтпайды. Кек: «Мен енді өтірік өмір сүргім келмейді. Өзім болып өмір сүргім келеді», дейді. Сол түні академия болашақта дебют жасайтын айдолдың олардың мектебінің оқушысы екенін жариялайды. Бұл жаңалық әп-сәтте бүкіл мектепке тарайды. Барлығы сол оқушы Хуан екеніне сеніп, оны мақтанышпен құттықтай бастайды. Келесі күні Джин сынып старостасына барып, шындықты түсіндіруге тырысады. Ол өздері Хуанмен шын мәнінде кездеспейтінін айтқысы келеді. Бірақ староста тыңдағысы келмейді. «Сенен ештеңе естігім келмейді», дейді де кетіп қалады. Көп ұзамай мектептің әлеуметтік желісінде Хуанның өтірікші екені және ешқашан академияның тағылымдамашысы болмаған туралы жазба пайда болады. Оқушылардың бәрі қатты таңырқайды. Джин жұмбақ телефонның көмегімен әлгі жазбаны өшіріп тастайды. Бірақ осы сәтте оны сынып старостасы байқап қалады. Күдіктенген ол Джиннің соңынан еріп, құпия бөлмеге дейін барады. Сол жерде Джиннің Хуан туралы жазбаларда ерекше телефон арқылы өшіріп жатқанын көреді. Сөйтіп, телефонды тартып алады. Джин қайта-қайта кешірім сұрап, бұл телефонды тек адамдардың нені ұнататынын түсіну үшін пайдаланғанын айтады. Өйткені ол достар тапқысы келгенін мойындайды. Ол өмір бойы жалғыз болғанын және ешқашан жақын досы болмағанын да жасырмай айтып береді. Бірақ сынып старостасы оған сенбейді. Телефонды өзінде қалдырады. Сол түні Джин саябақта жалғыз отырып жылайды. Өйткені сынып старостасы телефон арқылы Хуанның құпиясын біліп қояма деп қатты қорқады. Осы уақытта Хуан енді бәрін өзі мойындауға шешім қабылдайды. Ол видео түсіріп, осы уақытқа дейін бәріне өтірік айтқанын ашық мойындайды және оны жарияламақ болады. Ал дәл сол кезде Джон академияда болады. Академия директоры оны құттықтап, барлық сынақтан сәтті өткен нағыз айдол тағылымдамашысы дәл өз екенін хабарлайды. Ертең оның ресми дебюті жарияланатынын айтады. Барлығы Джонды құттықтағанмен, оның жүзінен қуаныш байқалмайды. Келесі күні бүкіл мектеп Джонның айдол болатын оқушы екені туралы айтып жүреді. Мұны естіген Джин қатты таңырқап, ақыры бәрін түсінеді. Ол енді Джонның неге үнемі диета ұстайтынын, салмағын қадағалайтынын және биді соншалықты мінсіз билейтінін ұғады. Бірақ Джин онымен сөйлесіп үлгермей жатып, сынып старостасы келіп қалады. Джин одан ерекше телефонды қайтаруын өтініп, енді оны ешқашан пайдаланбайтынына уәде береді. Алайда староста бас тартады. Ол Хуанның видеосын көрген және оның шын мәнінде ән айта алмайтынын білгенін айтады. Сосын Джинді осы құпия арқылы Хуанды қорқытып, өзімен кездесуге мәжбүрлет деп айыптайды. Тіпті болғанның бәрін бүкіл мектепте жариялайын деп қорқытады. Джин оны тоқтатуға қанша тырысса да, староста тыңдамайды. Соңында Джин амалсыздан оны итеріп жіберіп, телефонды тартып алып қашып кетеді. Жолда ол Джонмен соқтығысады. Джон оның қатты алаңдап тұрғанын байқайды. Сол сәтте ол Джиннің Хуанға шынымен алаңдайтынын түсінеді. Өзі де Джинді ұнатса да, сезімін ішіне бүгіп, Хуанның мектеп театрына кеткенін айтып береді.
Джин бірден театрға қарай жүгіреді. Ол жерде Хуан мен сынып старостасын көреді. Сол жерде жұмбақ телефон мен ерекше қосымшаның бүкіл шындығы ашылады. Көзіне жас алған Джейн бәрін осы уақытқа дейін жасырған үшін Хуаннан кешірім сұрайды. Хуан оған ренжімегенін айтып жұбатады. Содан кейін ол өз мойындау видеосын өзі жариялайды. Видеода осы уақытқа дейін өтірік айтып келгенін ашық мойындап, барлығынан кешірім сұрайды. Бейне бірден бүкіл мектепке тарап кетеді. Енді бәрі шындықты біледі. Джейн видеоны өшірмек болады, бірақ Хуан оны тоқтатып: «Өмірімде алғаш рет өзім болып өмір сүріп жатқандай сезініп тұрмын» дейді. Екеуі бірге сыныпқа қайтып келеді. Бірақ онда оқушылар Хуанды қорлап, кітаптарын жыртып, оны алаяқ деп мазақтап жатады. Джейн мен әлгі жуас жігіт оны қорғауға тырысады. Алайда қорлау тоқтамайды. Сол кезде Джон араша түсіп, Хуанды алып кетеді. Ол Хуанды өзімен бірге жаттығуға шақырады. Көп замай мектеп байқауының қорытындысы жарияланады. Ең көп қаралым мен лайк жинағандықтан Хуанның мойындау видеосы жеңімпаз атанады. Жүлдені алу үшін сахнаға шыққан Хуан күтпеген шешім қабылдайды. Ол жеңісті Джинге арнайды. Хуан Джинге өзін қандай болса сол қалпында қабылдағаны және шындықты айтуға батылдық берген үшін алғыс айтады. Содан кейін сыныптастарынан тағы бір рет кешірім сұрап, өзіне екінші мүмкіндік беруін өтінеді. Оның шынайылығына әсерленген оқушылар ақыры оны кешіреді. Осыдан кейін сынып старостасы Хуанның жанына келеді. Ол өзіне өтірік айтқан үшін емес, өзінен гөрі Джинге көбірек сенген үшін ренжігенін мойындайды. Балалық шақтан бергі достықтарына қарамастан көз жасымен кешірім сұрап, өзін әлі де жақсы көретінін айтады. Мұның бәрін алыстан бақылап тұрған Джин олардың татуласқанына қуанады. Содан кейін өзі де жіберген қатесін түзетуді шешеді. Ол жұмбақ телефоннан бір жола бас тартып, оны алғаш тапқан орнына қайта апарып қояды. Сол түні Джин тағы да Хуанмен кездеседі. Ол оған қарай жүгіріп барып құшақтайды. «Сенің батылдығыңды мақтан тұтамын» дейді. Кейін ұялып қалып, екеуі отырып әңгімелеседі. Хуан оған алғыс айтып: «Егер сен болмағанда, мен ешқашан шындықты айтуға батылдық таба алмас едім» дейді. Хуан оған екеуінің әрдайым бірге болғанын қалайтынын айтады. Джин болса енді танымал болудың өзі үшін маңызды емес екенін айтады. Өйткені Хуан мен Джонның өмірінде болғанның өзі оған жеткілікті еді. Сол сәтте Хуан ақыры шынайы сезімін мойындайды. Ол алғаш жалған кездесіп жүрген кездің өзінде ақ сезімі шын болғанын айтады. Тіпті Джинмен алғаш сөйлескен күннен бастап-ақ оны жақсы көргенін мойындайды. Хуан оған жақындап келіп сүйеді. Джин қатты толқып, өзінің де оны жақсы көретінін қуана айтып береді. Осылайша олар бұл жолы ешқандай жоспардың немесе өтіріктің емес, шынайы махаббаттың арқасында нағыз жұпқа айналады. Келесі күні олар алғаш рет шынайы кездесу ұйымдастырады. Бірге суретке түсіп, бақытты естеліктер жинайды. Жаңа оқу жылы басталғанда екеуі мектепке қол ұстасып келеді. Достары олардың бір-біріне өте жарасымды жұп екенін айтады. Дәл сол кезде Джон да келеді. Оны көргендердің бәрі қуанады. Өйткені ол енді әйгілі айдолға айналып, жаңа фильмге түсуге дайындалып жүрген болатын. Кетер алдында Джон Джинге: «Мен әрқашан сенің досың болып қала берем. Қашан көмек керек болса, маған сене аласың» дейді. Соңында бәрі бір үлкен отбасы сияқты бірге кетіп бара жатады. Осылайша оқиға аяқталады. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі драмада қайта кездескенше сау болыңыздар.